Бағалы жамағат, Аллах Субханаху Тааляны кесіні құлына мұсылман адамға берген сауғаларынан бір затны үсінен айтырға ізлейім. Ол да har мұсылман кесіні жүрегінде тартынып тұрған, ізлеп тұрған, алай har заманда да аңға ол жұмышны қыларға жол шықмаған ақшы жұмышлыдан бірі Аллах Субханаху Тааляны сыйлы жеріне, сыйлы үйіне зиярат еткен, хадж қылған. Аллах Субханаху Тааля мұсылманларға жазған шариатында мұрдорларынан бір мұрдор, фарызларынан бір фарыз, шариатыбызды тұтырықларынан бір тұтырық. Аллах Субханаху Тааляны қиямат күнні барысы да соруға жиылған заманны еске түшірткен, жарлыны байының да эксін да тең етіп, бір түрслі етіп алына сүйеген. Аллах Субханаху Тааля башқа заманда бермеген кечкелігін рахматын берген. Ол барысы да дағы да көп зат хаджды. Хаджны үсіннен айта Аллах Субханаху Тааля сылы кітабында айтады: о адам ұлысы, о адамла, сізге бұйырылғанды хадж қылырға хадж қылығыз дейді. Сізге бұйырылғанды хадж қылырға хадж қылығыз дейді. Аллах Субханаху Тааля бұлайда жиылғанланы барысына да Аллаху Тааляны ол фарызын толтырырға Аллах Субханаху Тааля насып етсін. Ол сыйлы жерлеге барған Аллах Субханаху Тааля ол бұйрығын толтырға har адамны да, мұсылман адамны барып келгенні да, ол борчын толтырғанны да жүрегі har заманда да тартқаллайына, етінгеллейіне тұрады. Тансық болғаллайына тұрады. Аллах Субханаху Тааляны ол рахматына тансықлық, Аллах Субханаху Тааляны құлыны бір сыфатларынан сыфатты. Қалай болмасын жүректері біз Аллах Субханаху Тааляны ол жерлеріне, ол ибадатына тансық. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде алай айтады: "Мен хаджа ва лам ярфуз ва лам яфсуқ раджа'a кал-яума валадатху уммуху." Аллах Субханаху Тааля дейді, хадж қылғанға берген сауғаны үсіннен айтады. Кем кереклісіче фарызларын да, сүннетлерін да толтырып, кемшіліклі етмегеллейіне хадж қылса дейді, анасына жаңыдан туған кебі қайтат дейді. Жылла бұла күнахлыққа батып, намазыбыз бұла, оразабыз бұла, ақшылықларыбыз бұла, күнах етмегеллей тұрмайбыз. Ол күнахлы етіп тұрған заманыбызда 50 жылны, 60 жылны, 70 жылны, аннан sonra кереклісіче барып Аллах Субханаху Тааляны ол фарызын толтырғаннан sonra анаңнан жаңы туған кебі қайтаса дейді. Қалай тансық болмасын жүректері бізді ол суаплыққа. Пайғамбар Аллахын саламы аңа болсын айтады: "Ал-хаджу яхдуму ма қаблаху." Хадж аңа дәрі болғанны уатат дейді. Аңа дәрі болған күнахланы хадж уатат дейді, түбетет дейді, қырат дейді. Қалай тансық болмасын жүректері бізді Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ал-хаджул мабруру лейса лаху жазаун илля жанна." Кереклісіче толы қылынған хаджны суаплығы жаңыз да жәннетті дейді. Har затын кесін жеріне салып қылынған хаджны сауғасы жаңыз да жәннетті дейді. Пайғамбар Аллахын саламы аңа болсын хадисінде айтады: "Таби'у байнал хаджи вал умрати фа инна мутаба'ата байнахума танфил фақра ва зунуба кама янфил кирул хабатал хадид." Пайғамбар Аллахын саламы аңа болсын айтады: хадж бұла умраны бір-біріні ызыннан бардырғалайына тұрғыз дейді. Хадж қылған ма, фарзымы толтырған ма деп олтырып қалма дейді. Жашауға жаңыз да бір кере терге керекті, еткен ме, борчымнан құтылған ма деп олтырып қалма дейді. Хаджны бұла умраны бір-біріні ызыннан кем етіп тұрса да дейді. Аллах Субханаху Тааля жарлылық бұла күнахладан от темірні керін тазалағалайына тазалайды дейді. Хадждан қайтып келгеннен sonra біліп та білмей терістікле еткен етесі. Етмeye малың да жоқты. Алайдағы да бір қауым заманнан Аллаху Тааля оң беріп қайтып, дағы да жаңыдан қылсаң, дағы да жаңыдан тазалансаң,
ажалың жетер заманға, сен тазаланып сақларға, ажалыңа ол халде түберге күрешесі. Қалай тансық болмасын жүректеріміз бізні хач қылырға. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ал-ази фи сабилиллахи азза ва жал вал хаджу вал муътамир вафдуллахи даахум фаажабуху ва саалуху фаатахум." Пайғамбар Аллах саламы аңа болсын ала айтады: Аллаху Тааланың жолында қазават еткен біле, хач қылған біле, умра қылған дейді. Аллаху Тааланың қонақларылла дейді. Аллаху Тааланың қонақларылла ол кесіне чақырғанды, ала барғандыла дейді. Сора ала да тілеген тілеклерін, ол да тілеклерін қабыл еткен дейді. Аллаху Тааланың жолында қазават еткенде, хач қылғанда, умра қылғанда, Аллаху Тааланың қонақларылла дейді. Ол чақырған дейді жұмышына. Ала да бой салғандыла, барғандыла дейді. Сора Аллаху Тааладан тілеклерін еткенділі. Аллаху Таалада аланы тілеклерін қабыл еткен дейді. Жүректеріміз қалай тансық болмасын хач қылырға. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах субханаху тааладан келген сөз біле айтады: "Иннал абда асхахту лаху джисма ва аусату алейхи фи маиша ямди алейхи хамса ауамин ла яфди илейя ла махрум." Пайғамбар Аллах саламы аңалай айтады. Саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Аллах субханаху таала айтады деп: "Мен дейді, кесімі құлымма чархына саулық бергенме дейді. Чархына саулық бергенме дейді. Жашауын аңа кең еткенме, рысқы бергенме дейді. Сора 5 жылны içinde маңа қонақ болып келмесе, харам еткенді кесін дейді. Аллаху Тааланың рахматынан кескесін харам еткен дейді. Саулығы да болып, мүлкі да болып, 5 жылны içinde Аллаху Таала маңа қонақ болып келмесе дейді. Хач қылырға келмесе дейді. Умра қылырға келмесе дейді. Ол кескесін харам еткеледен дейді. Аллаху Тааланың рахматынан, ұзайтқалладан дейді. Бұл сөзден айта тұрған заманда біз есімізге салырға керекбіз. İçimizden неше адам бүтінді жашаулары келгелі. Таматаларыбыз. Алаға ол жұмышта сабилері білеклік етелі. Жашлары, қызлары, тудықлары. Жашауларын ішлей кетіп. Саулықлары бұла. Заманлары бұла. Аллаху субханаху тааляны алында бір ашыбызны, суыбызны табайық деп жашауларын өттіргенділі. Алаға қырал еткен қиыллары үшін деп пенсия береді. Халқыбызны içinde көбісі ол пенсияны неткелерін білемсіз? Білесіз? Өлір күллеріне сақлайдыла. Өлір күллеріне сақлайдыла. Өлір күллерінде о не теріктілі? Туар соярықла хұржун етерікле келгенге көз бауға деп өлішіріктілі. Аллах субханаху таала өлген күніңе суаплық ет деп, фарзыңы толтур деп бұйырған заманда күчлерін де, қаруларын да, мүлкілерін де көз бауға сақлайдыла. Аңы ол жұмышта білеклік етелі, жашлары да, қызлары да. Аллах субханаху таала аннан айтады кесіні сыйлы кітабында: "Сізні үйрігізден де, жашығыздан да, қызығларыңыздан да сізге дұшмалла болырла" дейді. Аннан ұлы дұшман керек ме де адамға? Ақыратыны сағышын еттірмегеллейіне, кесілеріні, көз бауларыны сағышын еттіріп, қарт аталары бұла аналарыны, мүлкілерін құржуллаға, көз бауға деп сақлатып тұрғалла. Ол түйілмеді? Ол түйілмеді адамға дұшмаллық? Кесіні фарызын толтырмағаллайына 10 жылны, 20 жылны, 30 жылны пенсияларын жейіп тұралла. Барысында көзбауға үлешір үшін деп. Ол көзбауға кімге болады? Өлгенге? Оғай.
Ölgen anı körgen de terik tüyüldü, eşitgen de terik tüyüldü. Ol maqtaw sözden anga bir zat jeterik tüyüldü. Barысы da ızından kalgallaga. Sabileri eştirikli ol maqtaw sözleni. Ol jarlı kart. Ahiratta o ne zat eştirikti. Anı sağışın etken mille. Sana güç de karu da mülk de bergenim. Allah subhanahu ta'ala'nın farzın tolturama deb bir kere haç kalama deb jolga net çıkmaganen deb ol kartha soruluk mudu kıyamet günde? Soruluktu. Ne cevap berikti? Ahir günümme saklagan hem deb aytırık mıdı? Aytır. Alayandan hayır bolluk mu danga? Olanı bula kutulallık mıdı? Yaşına da kızına da nalat berikti. Yaşına bula kızına nalat berikti. Ol farzını eterge koymağallayına, eterge buyurmağallay, bileklik etmegelleyine, keslerini közbav jumuşlarına joydurgalları üçün. Ol zatın üstünden sağış eterge gerek. Biz Allah subhanahu ta'ala ol farzga çakırgan zamanda namazın kalay farız ese de, orazan kalay farız ese de, hac da anı kibik farzdı. Жаңыз yaşauına bir kere. Yüreklerimiz kalay tansık bolmasın. Ol sıylı jumuşka. Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun kesin hadisinde aytadı. İnnal masha hajaral aswadi ve ruknal yamani yahta'ani zunubal hatta. Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun aytadı. Kara taşka tigen bile Yemenli müyüşüne tigen bile deydi. Ka'banı kara taşka bula anga jetkin çigederi Yemen müyüşüne tigen deydi. Adamlarını günahların ol tigenlerini günahların kırgan bula kırat deydi. Günahların kırat deydi. Tazalayt deydi. Kalay tansık bolmasın yüreklerimiz bizni ol sıylı üynü tövereginde tavaf eterge. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "Men tafa bi hadal beyti sab'an fa ahsahu kana ka'itqi raqaba la yad'u qadaman ve la yarfa'u ukhra illa khattallahu anhu biha khatiya ve kataba lahul hasana." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: kim bu üynü tögeregine tavaf etse de deydi jeti kere. Ka'banı tögeregine jeti kere tavaf kim etse de deydi. Allah subhanahu ta'ala anga bir kulnu başına boş etken kibik suaplık beret deydi. Har ayağın kötürgen bile, har ayağın salgan bile bir günahın keçir, bir suaplık yazar deydi. Har tavaf etkeninin ol tavafını içinde atlamladan har ayağını kötürgen bile günahını keçir, har ayağını salgan bile bir suaplık yazar deydi. Kayda tabarıksız ol suaplıklanı. Ol akşı jumuşka, aşık mağallayına. Yüreklerimiz kalay tansık bolmasın bizni haç kılırga. Anda va sügeninçe, ertenden ingirge deri. Karnına sıyınganı çabir zamzamdan içip duruğa on bolganda. Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun aytadı: "Hayrul ma'i ala vechil ardi ma'u zamzam fihi ta'amu tu'um ve şifa'u saqm." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "Jerin üstünde em akşı su zamzam deydi. Aç bolganga açtı, avruğanga darman deydi. Aç bolganga açtı, avruğanga darman deydi. Anuwa önçöleme gelley. Har kimde süygeni çebir erkin içerge oňu bolup turgan. Kalay tansık bolmayık. Yüreklerimiz kalay tartmasın bizni ol sıylı jumuşka. Anda wa Arafada süyelerge oň bolganda. Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun aytadı: "Ma min yevmin akthara min an yahtiqallahu fihi abdan minan nari min yevmil Arafa ve innehu la yatnu thumma yubaha bihimil malaika yaqulu ma arada haula." Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun aytadı: "Jerin üstünde joktu deydi. Allahy gün Arafa kibik deydi. Allah subhanahu ta'ala ol gündeçe başka zamanda
Cehennem otundan kutultmaydı deydi başkalı adamlarını. Ol günde kutultkança başka zamanda kutultmaydı deydi cehennem otundan. Sonra Allah subhanahu teala Arafada jıyılgallağa juuklaşat deydi. Aytat deydi mölöyklerine. Bula ne izleydiler menden deyip. Bula ne izleydiler menden deyip. Allah subhanahu teala'nın keçkilliğini izleydiler. Allah subhanahu teala'nın rahmatlığını izleydiler. Allah subhanahu teala da Allah'a ol savğanı beret. Hacını sünnen aytırık söz köptü, uzundu. Allah'ın rahmatına itingen adamga bu aytılığında da doluluk vardı. Allah subhanahu teala harzatını kesin жерine sala bilip yaşaubuzda ullunu ullu жерine gitçeni ve spassızını ve kesin жерine sala Allah subhanahu teala'ga rahmatına da razılığına da yolubuzunu ızlarça Allah subhanahu teala nasip etsin. Arafat özününde Allahu Teala'ga rahmat izlep kollarımızı jaygalladan bolurça Allah subhanahu teala nasip etsin. Ve sallallahu aleyhi Muhammed ve aleyhi ve sellem.